Кейде қамыр піссе езіліп кетіп, кейбірі піспей жатып жабысып, жыртылып, жүйкеңізді жеген кез болды ма? Қайырлы күн баршаға! Ендеше сізге мына универсал қамыр рецебін ұсынамын. Бешбармақ, яғни ет асқанда, манты, түшпәра, кеспе жасағанда қолданатын керемет қамырдың рецебі. Өзім үлкендерден көріп үйренген қамырдың рецебімен бөлісемін. Қамырды дұрыс илеу, дұрыс жаю, дұрыс пісіру және де қатырып сақтау жолдарын көрсететін боламын. Мені қолдау мақсатында каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қамырға қосатын заттармен таныстыра кетейін. Бізге ең алдымен бір ас қасық тұз керек. Тұзды көбірек қосқан маңызды, сонда қамырымыз қатты, тығыз болып, езілмей пісетін болады. Қатты қамыр илеу үшін 800 грамм ұн қосамын. Жоғары сұрыпты бидай ұны алдын ала електен өткізу керек. Және де бөлме температурасындағы 2 жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаның осындай S1 категориясындағын таңдаймын, үлкен жұмыртқа қосамын. Және де қамырымыз дәмді болу үшін еттің сорпасын қосамын. Осындай бір кесе шамамен 350 мл. Ыстық емес, жылы сорпаны қосамыз. Ең алдымен сорпаны ыдысымызға құямыз. Бір ас қасықпен толтырып тұз қосамыз. Тұзымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқамызды бір-бірден жарып ыдысымызға қосамыз. Енді шанышқы немесе осындай венчиктің көмегімен жұмыртқамызды жақсылап араластырып шығамыз. Енді ұнымызды қосып бастаймыз, міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар. Алдымен аз-аздап қосамыз, 600 грамм, 700 грамм, сосын барлық ұнды 800 граммды толықтай қосып қамыр илейміз. Ұнымыз түйіршіктеліп қалмасы үшін алдымен аз-аздап ұн қосамыз, қолдың көмегімен осылай араластырып шығамыз. Сосын қалған ұнның барлығын қосып, тығыздап, қамырымызды жақсылап илейтін боламыз. Міне видеода көргендеріңіздей қамырымыз өте тығыз, қатты болып иленді. Қамыр илеген кезде ыдыстың шетіне жабысып қалған ұндардың барлығын қаспақтарды түсіріп, барлығын біріктіріп, бір қамыр етіп илеңіздер. Ыдысымыз тап-таза болуы қажет. Өзімнің анам солай үйреткен. Осы қамыр иленген ыдыстың ішінде ешқандай қаспағы қалмауы қажет, және де бір жағынан бұл ұн ысырап болмайды, және де ыдысыңыз таза болады, жууға да жақсы, жеңіл болады. Және де екінші анам енемнің айтуы бойынша да қамырды осындай ұнды көбірек қосып, тығыз, қатты етіп илеу қажет. Сонда қамыр жайған кезде ұнды қайта-қайта себудің қажеті болмайды. Осы үлкендердің айтуымен бар үйренгенімді сіздермен бөлісіп жатырмын. Әрине тәжірибем көп болмағандықтан сіздерге қамырды 5 минутта жайып көрсете алмаймын. Дегенмен қалай дұрыс жаю керегін және де қалай дәмді етіп, дұрыс илеу керектігін осы видеода көрсететін боламын. Мінекей ыдысымыз тап-таза, қамырымыз да ысырап болмайды, әрі ыдысты жууға да жеңіл болады. Ендігі кезекте қамырымыз жақсы жайылу үшін осылай жақсылап қамырды қайта-қайта илеп шығуымыз керек болады. Қаншалықты көп иленген сайын, соншалықты иіні қанып, жақсы бірігіп, жақсы жайылатын болады. Осылай жұдырықпен қайта-қайта басып күшіңізді салып илеуіңіз керек. Міне енді қамырымызға қараңыздар. Бұлай илеп жатқан кезде қамырымыз қайта-қайта ашылып бөлінетін болады. Бұл дегеніміз қамырдың әлі иіні қанбаған, яғни ұн әлі бірігіп, демалып үлгермеген. Сондықтан қамырды міндетті түрде иінін қандыруымыз қажет. Жарты сағат, кем дегенде жарты сағат, 1 сағат демалдырып қоюымыз керек. Міне қамырымызды жақсылап илеп болған соң осылай біріктіріп, демалдыруға қалдырамыз, үстіне табақты төңкеріп қоямыз. Немесе салафан кигізіп қойсаңыз болады. Мінекей байқасаңыздар, қамырымыз 15-20 минуттай демалды. Яғни иіні қанды кішкене, алдыңғы қамырға қарағанда жұмсара түсті. Енді жақсылап тағы да қолымыздың көмегімен жұдырықпен жақсылап басып илеп шығатын боламыз. Осылай әр 15 минут, 20 минут сайын кем дегенде 2-3 рет жақсылап илеп шығуымыз керек. Сосын қайтадан табағымызды төңкеріп, қамырды демалдыратын боламыз. Дәл осы процесті 2-3 рет қайталап жасаймыз. Яғни қамырымызды жұдырықтың көмегімен басып, қайта-қайта илейміз де 15-20 минутқа демалдырамыз. Міне бізде қазір қамырымыз иіні қанып дайын болды. Енді оны 2 зуала етіп 2 бөлікке бөлетін боламын. Сіздерде өздеріңіздің ыңғайыңызға қарап бөліктерге бөлсеңіз болады. Егер оқтауыңыз үлкен болса, осындай 2 бөлікке бөлсеңіз болады. Немесе кішірек қылып жайғандығына ыңғайлы болатын болса, 3 бөлікке бөліп қойыңыз. Бөлінген қамырды осындай зуала етіп бетін жауып қалдырамыз. Сосын қамырымызды бір-бірден алып, жайып шығатын боламыз. Жаятын зуалаңызды шығарып, екінші қалған қамырдың бетін жауып ыдысымызға салып қоямыз. Енді қамырымызды оқтаумен жаймас бұрын қолдың көмегімен жайып шығамыз.
Қамырдың біркелкі дөңгелек етіп жайылуы дәл осы кезеңге байланысты. Осылай қолдың көмегімен дөңгелетіп жайып шығасыздар және де жұдырықтың көмегімен біркелкі етіп басып шығуымыз керек. Қолдың нағыз күшін пайдаланып салмағын салатын кезең осы кезең, ал қамырды оқтаумен жайғанда мүлдем салмақ салмай жаюымыз қажет болады. Және де қамырымызды осылай екі бүктеп үстінен жұдырықпен жайып шықсаңыз болады, сонда тезірек жайылатын болады. Бүктелген қамырды ортасынан ашып, тағы да жұдырықпен жайып жібереміз. Сосын тағы да басқа бетінен екі бүктеп, тағы да бір жайып шығуымыз керек болады. Міне алғашында осылай жұдырықтың қолдың көмегімен жақсылап қамырымызды дөңгелек етіп біркелкі жайып шығуымыз керек. Содан соң оқтаумен қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымызды сағат тіліне қарай оң бағытқа айналдыра отырып жайып шығатын боламыз. Қамырға кішкене ұн сеуіп жіберіп, қайтадан жаюға кірісеміз. Қамырды бір айналдырып жайып алған соң, оны екіге бүктеп үстінен жаятын боламыз. Содан соң қамырымызды ашып, екінші жағынан тағы да бүктеп жайып аламыз. Дәл осылай жасасаңыз, қамырыңыз тезірек жайылатын болады. Видеода көргеніңіздей қамырдың екі шетін қайырып, осылай үстінен жүргізіп шығатын боламыз. Әсіресе оқтауыңыз кішкентай болып, қамырыңыз үлкен зуала болса, дәл осы әдіспен жайғаныңыз тиімді. Сосын ары қарай қамырыңызды оқтауға орап, оқтаудың тек қана екі шетін ғана басып жаятын боламыз. Ортаға күш салмау қажет, тек қана оқтаудың екі шетін ғана басып, жеңіл қозғалтамыз. Дәл осылай айналдырып қамырымызды жайып шығамыз. Міне видеода көргендеріңіздей қамырымыздың көлемі үлкейді. Ары қарай да дәл осындай тәсілмен қамырымызды жайып шығамыз. Қамырдың екі шетін ортаға қарай теңдей етіп бүктеп, үстінен жайып шығатын боламыз. Сосын бүкілген жерін жазамыз. Қамырды жайғанда көбіне қамырдың шеткі бөліктері қалыңдау болып кетеді, сондықтан осылай сағат тіліне қарай бұра отырып қамырымызды қайта-қайта оқтауымызға орап жайып алатын боламыз. Сонда қамырдың шеті тегістеліп, бірдей жұқалықта болатын болады. Қамырымызды жайған сайын оның көлемі үлкеюде. Егер оқтауыңыз қатты ұзын болмаса, қамырды тек қана оқтауға орап жая беруге болмайды. Қамырыңыз оқтаудың сыртына шығып кететін болады, жаюға ыңғайсыз болады. Мұндай жағдайда ең тиімдісі қамырыңыздың екі шетін ортаға қарай бүктеп, сосын оқтауымызға орап жаятын боламыз. Егер қамырыңыздың жабысып жатқанын байқаған болсаңыз, онда қосымша кішкене ұн сеуіп жайыңыздар. Қамырды қатты тастай етіп илеудің де себебі осында, яғни қамырды қатты етіп илейтін болса, қосымша ұн себудің керегі болмайды. Және де соның арқасында қамырды пісірген уақытта сорпаңыз да ұнға араласпай, тұнық, таза күйінде қалатын болады. Міне қамырдың бүктелген жерлерін ашатын боламыз. Оқтаумен үстінен бір жүргізіп өтеміз. Қажет болса ұн себіңіз. Сосын қамырдың бүктелмеген екінші бөліктерін бүктеп, үстін оқтауға орап, осылай жайып шығатын боламыз. Міне дәл осы әдіспен қамырды жұқа болғанша жайып шығатын боламыз. Қамырды жайған уақытта ең бастысы қатты күш салмақ салмауымыз қажет. Тек қана қолдың жеңіл қимылымен қамырдың, яғни оқтаудың екі шетінен басып қана жаю керек болады. Қамырдың қалыңдығын өз қалауыңызша етіп жасасаңыз болады. Тым қалың емес және де тым жұқа емес, орташа. Мінекей видеода көргендеріңіздей қамырымызды осылай қолмен мыжсақ бір-біріне жабыспайды. Ал қамырды пісірген кезде езілмей әдемі болып пісетін болады, бөлек-бөлек жақсы алынатын болады. Қамырды ары қарай тағы да жұқа етіп жайып шығамыз. Осылай видеода көрсетілгендей қамырдың екі жағын ортаға қарай бүктеп, қамырымызды жақсылап жайып болған соң оқтауға ораймыз. Сосын өзіңіз қалағанша кесуге болады. Мен осылай оқтауға қамырды орап, сосын пышақпен бір жүргізіп шығамын. Сосын жалпақ төрт-бұрыш етіп бөліктерге кесіп аламын. Қамырды өзіңізге ыңғайлы етіп кесіп алсаңыз болады. Немесе мүлдем кеспей қамырды бүтін күйінде пісіріп алуға болады. Қазақстанның кейбір өңірлерінде дәл солай ет асып қамырын бүтіндей салып пісіреді. Ал оңтүстікте біз дәл осылай қамырды кесіп алып салатын боламыз. Кесілген қамырларды морозильникке сақтап қоюға болады. Осындай тегіс ыдысқа, тақтайға мысалға үстіне кішкене ұн сеуіп, қамырымызды жайғастырамыз және де үстінен пакетке орап салып қоюға болады. Қамырды сақтаған кезде осындай пакетке жақсылап жауып, ауа кірмейтіндей етіп жабу керек. Әйтпесе қамырыңыз құрғап кетеді. Қамырды алдын ала қатырып қойған өте ыңғайлы. Ет асатын кезде морозильниктен қамырыңызды шығарасыз да қайнап тұрған суыңызға, сорпаңызға салып пісіріп аласыз. Қамыр піскен уақытта сорпаның бетіне барлығы көтеріліп шығатын болады, және де қамыр жылтырап тұрады. Бөлген кезде сағыздай созылмай, кәдімгідей бөлініп тұрса, демек қамырыңыз піскен деген сөз. Міне бешбармақтың, яғни ет асқанда салатын қамырымыздың жасалу жолы осындай. Дәл осы қамырды сіздер мантыға, пельменге, кеспеге қолдансаңыздар болады. Яғни универсалды әмбебап қамыр.
егер рецепт ұнаған болса пікірлеріңізді қалдырыңыздар, каналыма тіркеліңіздер, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.